Соңғы кездері интернет желісін пайдалана отырып жасалатын алаяқтық құқық бұзушылық фактілері көбеюде. Адамдарды алдау үшін алаяқтар Instagram, Facebook, Telegram, ВКонтакте әлеуметтік желілерін, сондай-ақ OLX.kz, Market.kz, Колеса.kz, Крыша.kz сайттарын және WhatsApp мессенджерлерін пайдалануда. Олар жалған интернет дүкендер, фейк парақшалар, сайттар ашып, түрлі тәсілдермен адамдарды алдап, сенімдеріне кіреді. Атап айтқанда, өзін банк қызметкерімін деп таныстырып, есепшоттағы ақшаларды бөгде адам түсіріп алайын деп жатқанын айтып, есепшоттағы ақшаларды резерв шотқа салуға сендіріп, әртүрлі халықаралық банк карталарына аударту арқылы иемденіп алуда. Одан басқа, азаматтардың жеке мәліметтерін пайдалана отырып, әртүрлі микрокредиттік мекемелердің сайттары арқылы онлайн несиелерді рәсімдесе, Instagram, ВКонтакте, WhatsApp әлеуметтік желілері арқылы және OLX.kz, Крыша.kz, Колеса.kz сайттары арқылы парақша ашып, әртүрлі, мысалға айтсақ, пәтер, автокөлік, оның бөлшектері, киім-кешек, аяқ киім сату, пәтер жалға беру, жұмысқа орналастыру, несие алып беру, банктегі қара тізімнен шығарып беру қызметтері және тағы да басқа жарнамалар шығарып, интернет желісіне жүктелген тауарлардың фотосуреттерін жүктеп, арзан бағаға сатылатыны туралы жарнамалайды және банкоматтық карточкаларға ақша аударту арқылы немесе шығарылған шынайы жарнамаларға жалған қызығушылық танытып, сатып аламын және сол үшін ақша аударамын деп сендіріп, адамдардың банкоматтық карточка нөмірлерін және ұялы телефонына келген SMS кодтарды біліп алып, интернет банкинг жүйесін бұзу арқылы есепшоттағы ақшаларды басқа есепшотқа аударып, иемденіп алу дерегі өте көп. Осындай жайттарға байланысты Маңғыстау облысы полиция департаменті киберқылмысқа қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері қауіпсіздік шараларын сақтауын сұрайды. Атап айтқанда, банкоматты картыңыздың номерін және банкомат картыңыздың артыңыздағы 3 санды кодын ұялы телефонға банктен келген SMS кодтарды ешкімге айтпауды, жеке куәлігіңізбен банкоматты карточкаларыңызды фотосуреттерін, ЖСН және банктегі есепшот нөмірлеріңізді ешкімге жолдамауды. Егер сіздің банкомат картыңызға ақша түссе, ол ақшаның нақты қайдан түскенін банк арқылы білуді. Күдікті сайттарға, WhatsApp мессенджеріндегі ақша көбейтетін топтарға кірмеуді. AnyDesk бағдарламасын ұялы телефонға қондырған кезде сақ болуды. MetaTrader платформасымен жұмыс жасаған кезде сақ болуды. Егер сізге банк қауіпсіздік қызметіне қоңырау шалса, сізге телефон тұтқасын қойып, карточкадағы немесе банк сайтында көрсетілген сенімді нөмірлерге немесе 102 байланыс телефонына қоңырау шалу керектігін ескертеді.